Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 6 Page 84. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздерде 6-шы бөлімнің соңғы 84-ші беті Edutainment тақырыбы бойынша Values Why we should read. Біз не үшін оқуымыз керек. Exercise 1A. Бірінші тоғының A тапсырмасы Read the sentences. Сөйлемдерді оқыңыздар. және which sentences give reason why it is important to read fiction, non-fiction. Decide in pairs. Қандай сөйлемдер көркем әдебиетті немесе көркем әдебиет еместі оқудың маңыздылығының себептерін береді. Жұппен шешіңіз. First, reading is fun. Оқу қызықты. Бұл дұрыс жауап, иә? Second, why should we read? We can watch films instead. Біз не үшін оқуымыз қажет, оның орнына фильм көрейік деп тұр. Бұл оқуға жатпайды, бұны белгілемейміз. 3. We don't need books. We can watch TV instead. Бізге кітаптар керек емес, біз оның орнына телевизор көреміз деп тұр. 4. What I like most is that I can be part of the story. Маған ең ұнайтыны оқиғаның бір бөлігі бола алатыным. Кейбір адамдар кітап оқыса, ішіне кіріп, сол кітаптың ішінде жүретіндер бар. Соларға айтылған кітап оқуды ұнататын адам осылай айтады. 5. I learn new words and can write better. Мен жаңа сөздерді үйреніп және жақсырақ жаза аламын. Бұл да дұрыс жауап. 6. Films have better images and I can see what happens in action. Фильмдерде жақсы бейнелер бар және мен не болып жатқан іс-әрекетін көре аламын деген. Бұл кітапқа қатысты емес, сол үшін бұл жауап дұрыс емес. 7. I like reading about other people's lives and their cultures. Мен басқа адамдардың өмірі және мәдениеті туралы оқығанды жақсы көремін дейді. Бұл да дұрыс жауап болады. 8. A story is not just a story. It teaches us other things such as friendship, love, things we need in our lives. Әңгіме ол тек қана жай ғана әңгіме емес. Ол бізге достық, махаббат және де басқа да өмірде керек болатын заттарды үйретеді. Бұл дұрыс жауап болады. 8. 9. I prefer to play computer games. They are full of action. Мен компьютер ойындарын ойнаған жақсы көремін. Ол жерде тола іс-әрекет қимыл деп тұр. Бұл кітап оқуға ешқандай қатысы жоқ оның. 9. I like seeing how characters solve their problems. This helps me too. Мен кейіпкерлердің қалай проблемаларын шешкенді ұнатамын, көргенді ұнатамын. Ол маған да көмектеседі деген. Бұл да дұрыс жауап. Ал енді B тапсырмасына өтейік. Exercise 1B. Complete the sentence. Сөйлемді аяқтаңыз деген. I like reading because мен оқығанды ұнатамын, себебі әркім өз ойын жазсын. Не үшін кітап оқығанды ұнатасыз? Мысал ретінде I like reading because it is fun and enjoyable. Also, I will develop my vocabulary and I will learn new things. Немесе бірінші E тапсырмасындағы жазылған сөйлемдерді ұнағанын жазуыңызға болады. Келесі тапсырма Exercise 2. Do the quiz. Mark the sentences true or false. Викторина жасайсыздар, дұрыс немесе бұрыс жауаптарын берулеріңіз қажет. Викторина өткен 6-шы бөлім бойынша сабақтардан алынған. First, Alexander Pushkin was a Russian poet. It is true. Second, the fisherman and the fish is a myth. It is true. 3. The sheriff is the Earl of Huntingdon. It is false. 4. Robin Hood escaped to Sherwood Forest. It is true. Бұл дұрыс жауап. 5. Aldar Köse gave Kazakhstan the Karatau Mountains. It is false. 6. Burabay National Park is the pearl of Kazakhstan. It is true. Бұл дұрыс жауап. 7. Two giants in the Altai Mountains were friends. It is false.
they were brothers. 8. The dombra is a musical instrument. It is true. Dombra музыкалық аспап. Келесі тапсырма exercise 3. Look at model 6 and write a true or false quiz of your own similar to the one above. Үшінші жаттығуда сіздер 6-шы модуль бойынша true false викторина жасауларыңыз қажет. Ол үшін сіздер екінші жаттығу сияқты жасауларыңызға болады өткен тақырыптардан. Мысал ретінде өзіміз true false викторина құрастырып көрейік. First, Aldar Kose was a cheeky man. It is true. Second, two giant brothers lived in the Alata Mountains. It is false. Себебі олар Алтай тауларында тұрған, я? Altai Mountains дұрыс жауап болады. False болады бұл жерде. 3. Alexander Pushkin wrote The Fisherman and the Fish. It is true. 4. The giants fought with the people. Алыптар адамдармен ұрысты, шайқасты. It is false. Бұл қате жауап, я? Сіздерде дәл осылай true, false, дұрыс немесе бұрыс викторинасын жасауларыңызға болады алдыңғы беттерден, тақырыптардан көріп. Келесі тапсырма exercise 4. Song and listen and fill in the missing words. Тыңдалымды тыңдап, бос орындарға сөздерді қоюларыңыз қажет. Then listen again and sing along. Кейін қайтадан тыңдалымды тыңдап, бірге ән шырқаңыз. Fairies in the woods. Many years ago, I was very young and there was lots of magic around. I went out for a walk in the woods and this is what I found. On a stone by a stream in the heart of woods danced a beautiful shining light. Dancing there on a stone in the wood was a truly wonderful sight. I looked at the light and soon I saw. It was a fairy with golden wings. She spoke to me right there in the woods and told me magical things. I believed in fairies right there and then, and I knew that they were good, and I knew that I could never forget my magical walk in the woods. Бос орындарға сөздерді қойып болған соң, енді әнді бірге орындайық. Тыңдалымды қайттан тыңдайсыздар. Осымен 84-ші беттегі тапсырмалар 6-шы бөлім бойынша барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі бөлімдерде кездескенше. Goodbye.